Қайырлы күн, құрметті Жас Лайф арнасының көрермендері. Біз бүгінгі онлайн сұхбатымыздың кезекті санын бастаймыз. Бізде бүгін қонақта әдебиеттің ірі өкілдерінің бірі, қазіргі таңдағы Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Серпер сыйлығының иегері, Мөлдір бұлақ журналының бас редакторы, ақын, аудармашы Саят Қамшиев ағамыз келіп отыр. Саят аға, қош келдіңіз. Біздің кішкентай болса да көп адамдарды қабылдаған студиямыз осы. Бүгін біз Жас Лайф арнасына көрермендермен, оқырмандармен онлайн сұхбатқа шығамыз. Шығуды бастап та кеттік. Сүйіншіміз бар екен, көше балалары деген башқұрт ақыны, жазушысы Айгиз Баймұхамедовтың тағы шығармасын қазақ тіліне аударыпсыз. Тастамашы ананы оқыдық, көңілімізге алдық. Көңіл босаған кездерде ол, одан кейін жалғасы ретінде ертегісіз өткен балалық шығардық, енді көше балалары. Бұл жалпы бәрі бір мазмұнда ғой, ішінде кейіпкерлері бар, иә? Иә, армысыздар, мына тікелей эфирдің көрермендері. Енді күндеріңіз бәрі шаңызың сәтті өтсін. Негізі Тастамашы ана мен ертегісіз өткен балалық Айгиз Баймұхамедовтың балалар үйіндегі балалардың қиын тағдыры туралы тақырыпта жазылған шығармалары, ал көше балалары ол сәл басқашалық тақырыбы. Бұл көшедегі қаңғыбас балалар туралы жазылған кітап. Көшедегі балаларды жүрген жерлерден шақырып алып, шайын беріп, тамағын алып беріп, әңгімелесіп отырып, соны зерттеген, неге қашқансың үйінен, қалай күн көріп жатсың, қайда тұрып жатсың деп, осыларды зерттеп сұрап жүріп, сөйтіп көп нәрсені анық қанығына жетіп, балалардың сол тағдырын жазып шыққан. Бұнда да кішкене бұл жерде де аянышты және әлеуметтік көп мәселелер көтеріледі. Бірақ осы кітаптардың барлығында, үш кітапта да, Тастамашы анада да, ертегісіз өткен балалықта да, көше балаларында да қиналып жүріп, адамдар, сол кейіпкерлері бақытты болуға жол іздейді бәрібір. Түптің түбінде өздерінің болашаққа деген сенімдерін жоғалтпайды. Соның арқасында, алдыға талпынудың арқасында осы кітаптың кейіпкерлері бір-бір өмірде жетістіктерге бәрібір қол жетеді. Себебі Алла тағала сондай жай барақат жүрген адамды емес, сол алдыға талпынған, ұмтылған, жақсылықтарды жасаған адамға береді ғой. Ал үйде жатып алма түс, аузыма піс деп жата бергеннен ештеме ұтпаймыз біз. Бәрібір қандай күн болса да алдыға қарай талпынуымыз керек. Бүгінгі заманда жастарға әсіресе көбіне осындай мотивация керек болып жатады. Өзіміз қамшылап, өзіміз алдыға қарай ұмтылдыруымыз керек болып жатады. Сол кездерде біз не айтамыз? Кейде біздің ата-анамыз жанымыздан табылмайды. Ата-анамыздан, ағаларымыздан, апайларымыздан кейде бір өзімізге қажетті сөздерді, бір үлгі тағылым болатын нәрселерді кейде ала алмай қалып жатамыз. Өкінішке орай уақыттың аздығынан, немесе бір жұмыстарымыздың көпшілігінен, тіпті адам мен адамның әңгімелесудің өзі қиын болып бара жатқан заман болып тұр. Осы кездерде осындай кітаптар бізге қол ұшын береді, көмекке келеді. Жақсы. Өткенде енді қазір мынау біздің сұхбатымызды онлайн жасап жатқанның да негізгі себептерінің бірі бұл еліміздегі мынау қазіргі жағдай ғой, өзіңіз білесіз, карантиндік жағдай. Сол өткенде бәріміз 3-4 ай үйде болған кезде негізінде кітап оқу, кішкене статистикаға сүйенсек, кітап оқу негізі басымдық болды. Өйткені кейбір адамдар шынымен де оқысы келген адамдардың уақыты болмай жүр. Сол бір кітап оқуға жақсы бір сеп болды деп ойлаймын. Ақын жазушыларға да шығарма жазуға, кішкене шығармашылыққа ден қоюға ол да бір таптырмас уақыт болды. Әр дүниенің пайдалы жағы да, пайдасыз жағы да болады ғой. Соған келгенде қазір немен айналысып жатсыз? Қазіргі ақын жазушылар не жазып жатыр? Жалпы әдебиеттің тыныс-тіршілігі қандай қазір? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Бұл енді әдебиет деген бір мұхит болып тұр қазір. Ол мұхиттың шеті көрінбейтін мұхит болып тұр. Жалпы бұрынғы заманда біз оқып жатқан кезімізде Сайын Мұратбековтың мысалы Қылау деген әңгімесін оқыдық. Жусан иісі, Жабай алмаларын оқыдық. Бердібек Соқпақбаевтың Менің аттың қожасы, Өлгендер қайтып келмейді, Балалық шаққа саяхат сияқты шығармалары біздің өсуімізге, балалық шағымыздың
бір керемет бір жақсы түспен түрлі түсті бояумен боялуына бір әсер етті. Ал енді осы заманда қазір сондай кітаптар неге азайып кетті? Осыған келетін болсақ, біз енді ақын жазушылар көбіне мен ойымша бұрынғы сол заманда қалып қойды да, ал қазіргі жастардың талғамы басқаша. Жастар басқаша дүниені аңсайды. Тек қана жазушының балалық кезін, қиналған кезін оқи бергісі келмейді да, жастардың ой өрісі дамып кеткен сондай әлем, жаһандану қалай дамып жатыр. Соған ілескісі келеді. Жаңашылдық күтеді. Иә, жаңашылдық күтеді. Ал өкінішке орай жазушыларымыз жаңашылдық жасамақ түгіл, әлі Фейсбукта, Инстаграмда өздерінің парақшаларын ашып көрмеген жазушыларымыз. Сол бұрынғы заманда тұрып қалды да, осы заманмен ілесе білуіміз өте қажет. Егер жазушылар тоқтап қалған жағдайда әншілер, басқа саланың актерлар, басқа спортшылар деген сияқты жазушылардың орнын басып, психологтар кітаптар шығара бастады. Біздің оқырмандарымыздың көбі көркем әдебиеттен кейіннен осы мотивациялық кітаптарға ауып кетті. Ал осыны біздің өкінішке орай ақын жазушылар жазуы қажет еді. Өйткені жазуды қолға алған профессионалды түрде қайткенмен жазғанға жетпейді ғой. Осыны заманды жақсы зерттеген жазушыларымыз шіркін жазса ғой дейміз, бірақ әлі де сол кемшін тұстарымызды толтыра алмай жатырмыз. Ал бірақ жаңа заманға деген жаңа көзқарасы бар, осындай қоғамның кейбір адамдары алдыға шығып кетіп жатыр. Өте ол бір жағынан орынды. Бұл заман өйткені нағыз шын мықтыны ғана дәлелдейтін, шын мықтыны ғана шығаратын заман. Егер біз жүрген жерінде оқушылардан, ұл-қыздардан сұрап жүрем, олар қандай шығарма оқығысы келетінін, сендер қандай кітап күтесіңдер бізден дейміз. Олар айтады, біздің жазушыларымыз осымен айтқан пікірді көбіне солар айтады, солардың пікірін айтып отырам. Бізбен сөйлеспейді дейді, оқырманмен бір пікірі қандай білмейді дейді да, біз қандай кітап оқығымыз келеді, сол туралы ешкім бізден сұрамайды дейді да. Содан кейін біз іздеген кітаптар қазақша болмағаннан кейін дейді, біз амал жоқ шетелдің кітаптарын оқып жатырмыз дейді. Орысшасын бар, ағылшыннан аударғаны бар, сондай кітаптарды оқуға біз мәжбүрміз дейді. Ал енді өзіме келетін болсақ, карантин кезінде биылғы көше балаларын орыс тілінен аударып шықтым. Себебі бізде бұндай тақырыпта жаңағы айтқандай жазылған шығарма жоқ. Тастамаш анада, ертегі өткен балалықта, көше балаларда біздің әдебиетте өте бұлай жазылмай жатқан, қамтылмай жатқан тақырыптар болып тұр. Осы кітапты аударып, тез арада басып шығардық. Себебі бұл кітапты тез шығару себебіміз Тастамашанан оққаннан кейін оның оқырмандары сұрай бастады. Осы кітаптың жалғасы бар ма? Бізге келесі қандай кітап ұсынасыңдар деп Айгизге де, маған да сол әлеуметтік желілер арқылы жаза бастады. Одан баспаға келіп сұрай бастады, ата-аналар, мұғалімдер. Ана кітапты біріншіні оқыдық, енді ары қарай тағы не ұсынасыңдар бізге деген кезде баспадан адамдар шықты. Осы кітаптың тағы ары қарай жалғасы болса соны жазсаңыз, әйтеуір бізге бір оқылатын бір кітап ұсыныңыз. Болмаса өзіңіз жазыңыз деді маған. Мен енді оған өзім жазатындай әлі дайын емеспін. Менде жазатын ойым, идеяларым бар, бірақ әлі пісіп жетілген жоқ. Жанартауда бір күні өзінің уақыты келген кезде толып барып атылады ғой, сол сияқты мен өзімнің атылғанымды күтіп жүрмін ғой әлі. Сөйтіп амал жоқ, осы өзім жаза алмағаннан кейін Айгиздің бұл кітабын аударып, ертегі өткен балалық деп еді. Оны оқығаннан кейін, ал енді бізге келесі қандай кітап, ана Дети улиц деген кітап бар, соны аударып жатсыз ба деп маған шыға бастады. Иә, аударып жатырмын деп, баспа, онда Самғау баспасы маған айтты, онда сіз сол кітапты аудара салысымен басқа баспаға бермеңіз. Біз сол ақыры екі кітаппен айналысып сатқан едік. Оқырмандарымыз өте көп күтіп жүрген, бізбен келісімшартқа отырайық деп, солармен кітапты шығарып жеттік. 2000 тиражбен шығып жатыр әрбір кітап. Кітаптар шыққан сайын, біткен сайын қайтадан 2000 тиражбен қайтадан шығып жатыр. Бір реттік 2000 тираж аз болып қалады. Мынау қозғаған тақырыбыңыз негізі шынымен де ерекше да. Мысалы, баяғы әдебиет білесіздер, жаңағы қазақ солдатында зытып келем, артыма қарай зытып келем. Болмаса жаңа сіз айтқан Жусан есімде кімнің Аянның балалар тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де жақсы ертегі айтып беремін. Сол кездің әдебиетінде былай мейірім болды да, шыны керек. Ал одан кейін мына
кеңес үкіметінің классиктері көшкеннен кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін біздің бір әдебиеттегі тақырыптарымыз сұйылып қойып тоқталып қалды да, былай айтқанда. Ақындар тек махаббат туралы жазатын болды. Қазір жаңа сіз дұрыс айттыңыз, негізінде кейбір оқырмандар, жастар мына жаңашылдықты қалайды, детективті қалайды, фантастика қалайды, яғни. Соны қазақ әдебиетінде жоқ болғаннан кейін, жоқ болған деп айтпай ақ қояйық, аз болғаннан кейін орыс тілінен, ағылшын тілінен оқуға себеп болады. Енді бұның бәрін оқулық кітапты не үшін айтып отырмыз? Біздің аудиторияның басым көпшілігі жастар ғой. Ал менің ойымша ең бір жастарды тәрбиелеудің негізгі құралы осы кітап секілді. Ол пікірмен қосылады деп ойлаймын. Анау ертеде бір хан бір мүсіншіге маған ең бақытты және ең бақытсыз адамның мүсінін бейнелеп берді. Сондай халыққа жарық шығарған ғой мүсіншілерге. Кім маған соны бейнелеп береді, мүсінін жасап береді деп. Біраз мүсіншілер бас тартқан, сол бір күні бір мүсінші келіп айтыпты, мен жасап берейін, бірақ сіз маған уақыттан шектеу қоймаңыз деді. Күндердің күнінде жаңағы мүсінші біраз жыл өткеннен кейін кішкентай ойнап отқан баланы көріп, баланың риясыз күлкісі, еш уайым қайғысы жоқ, алаңсыз сол күннің астында ойнап отыр. Не болса да ең бақытты кезің балалық шақ екен деп. Сол балалық шақтың ана баланы қарап отырып мүсінін жасап шығарды. Енді оған бақытсыз адам жасау керек қой. Әне жасаймын, міне жасаймын деп жаңағы анадан қарайды, мүмкін бақытсыз осы шығар деп қараса, ол да бір кезде бақытты болады. Сөйтіп әр жерге бері жүріп 20 жыл уақыт өткізіп алған. Сөйтіп бір күні келе жатса, жаңағы көпшіліктің арасында базарманы ма, андай жерде жаңағы соны кетіп қалған, киімі нашар, қайырсырап отырған бір кісіні көріп жанына барып, мен осындай мүсінші едім, маған бақытсыз адамның бейнесін салу керек. Сіз соған келісім бересіз ба десе, ана келісім берді. Бүгінгі тамағым тауып берсем, мен саған келісім берейін. Мен шынымен де бақытсызбын деп. Сөйтіп жаңағы мүсінші несін әкеліп, зертханасына, өзінің жұмыс істейтін шеберханасына әкеліп, ана кісінің мүсінін жаңағы батпақтан жасап отырса, жылап отыр дейді. Осыдан 20 жыл бұрын бақытты адамның бейнесін жасаған кездегі бала мен едім деп айтты. Өмір деген сол алма кезі ғой, өйткені не үшін айтып отырмын, әр баланың бақытты болуға хақы бар. Мүмкін осыны оқыған оқырмандар, жастар, жасөспірімдер болсын, кейде бір біз былай айтқанда жаңағыдай көп нәрсеге мән беріп қарамаймыз ғой. Ата-анамыз жанымызда болса да мән бермейміз, бауырларымыз жанымызда болса да мән бермейміз. Ал сіздер мынау балалар үйінде тәрбиеленген, болмаса көшеде қалған балалардың оқу-жаттығусын әдемі суреттеп берген екенсіз. Ары қарай қазіргі тағы бір сұрақ болсын сізге. Талай-талай кездесулерде жүрсіз, әсіресе оқырмандармен, жастармен көп кездесіп жүрсіз ғой. Қазіргі жастарға деген сіздің көзқарасыңыз. Жастардың тәртібі, өзін-өзі ұстауы болсын, жалпы болатын бала бар ма? Қазір сізге кездесіп жүрген жастардың арасында. Болатын балалар өте көп. Қазіргі жастар өте талантты. Мынау көп сөзді емес, істің адамдары қазіргі жастар. Қазіргі жастарға бір 3-4 минут әңгіме айта бастасам, тықыршып жаңағы ары қарай не болды деп бәрін соңына дейін күтіп тұрмайды. Маған тоқ етерін айтыңызшы дейді. Өйткені уақыт қысып барады да оны. Егер оны сабақта отырған жоқ қой, 45 минут бойы сен не айтсаң да соны тыңдай беретін. Немесе 90 минут лекцияда отырған жоқ. Ол айтатын нәрсеңді маған нақты не айту керек, не істеу керек, соны айтыңызшы. Ұсынысыңызды бірден соған айтып көшіңізші соған дейді. Бұрынғыдай кіріспесін айтып, ой-ой, оны бірді айтып бірге кететін, әңгімені тыңдайтын жастардың көп уақыты жоқ. Сондықтан біз де осыны үйренуіміз керек. Жас келсе іске дейді ғой қазақта. Ал жастардың сөзге жоқтығы, сонысы менің бір жағынан олардың плюсы деп айтар едім. Ал бір жағынан минусы. Себебі бір нәрсені түсіндірген кезде түсіндіре алмайды. Бір нәрсе айтайын десе, бір ашылып әңгіме айтайын десе, сөздік қоры жетпей қалады. Не бір орысша сөздер қосып кетеді. Әйтеуір ойындағы нәрсесін сыртқа шығарған кезде атамыз айтпақшы, бей-берекетсіз қашып кетеді да, сөзін жеткізе алмайды. Сонысы өздерінің сол жаңа минусы. Бірақ ол минусты біз плюске айналдыра білуіміз керек. Егер балалар, жастар кітап оқыса,
сол кітаппен барлығын орын-орнына қоюға болады. Кітап көп оқыған бала өзінің бәрібір ойын жақсы жеткізе алады, сөздік қоры көбейеді, миының жаңағы оң жағы да сол жақ жарты бөлігінде жақсы жұмыс істей алады, және саралауды, сараптауды, зерттеуді үйренеді. Кітапты оқыған кезде оның бір жақсы кейіпкердің бір жақсылығын көру арқылы қуанады да, жаман бір кемшіліктерін көру арқылы содан тыжырынып, содан өзінің бойында сондай қасиет болмауын тілейді ғой. Содан өзінің бойында сол болса, құтылуға тырысады. Осындай қасиеттерді кітаптың жалпы үлкен ұстаздық міндеті қасиеті бар ғой. Сондықтан кітапты оқу жастарда азайып кетті, негізі шыны керек. Біз Сәндібек өзімнің замандастарым негізі кітап оқып өскен біз қазақпыз ғой, буынбыз. Біздің себебі ата-анамыз кітап оқыды. Біздің ата-анамыз кітап оқығаннан кейін бізде кітап оқу проблемасы болған жоқ. Ал қазіргі біз жаспыз деп жүрген қазіргі буынның ата-аналары кітап оқыған жоқ. Немесе 90 жылдардың қиын кездеріне тап болды да, біреу саудамен, біреу әркім әртүрлі жұмыстар атқарып кетті. Кітап деген нәрсе ол 5-6 нәрсеге кетіп қалды. Кез келген уақытта қиын заманда да, соғыс, індет, сондай апат кездерінде рухани нәрсе бәрібір соңына қалып қояды да, бірінші кезекте материалдық қарны адамдардың ашпауы, күн көру, ақша табу деген мәселелер бірінші орынға кетіп қалады. Бірақ енді қазір біз қаз-қаз орнымыздан тұрып алдық қой. Бұрынғы 90 жылдардың қиындық заманы жоқ қазір. Бізде мүмкіндік бар, шетелге де оқуға болады жастарға. Мектепте жүріп кәсіп бастап бизнесмен болып кетуіне болады. Бірақ оның барлығы, егер білімді ұрпақ болса, сол білімділер ғана қолынан атқарады кез келген. Егер ол білімсіз болса, бәрібір кітапты аз оқыған болса, өресі жетпесе, ол қанша жерден ата-анасы көмектесіп кәсіп ашса да, ол 1 жылға жетпей, 2 жылға жетпей, бәрібір түптің түбінде банкрот болып кетуі мүмкін. Себебі ол адамдармен тіл табысуды білмейді, себебі оның тәжірибесі қалыптаспаған. Ал бізде не? Оқыған адам біреудің кемшілігінен үйрене біледі. Кітаптың кейіпкерлерінен, немесе сол автордың кемшілігінен, немесе сол газет журналда оқыған бір кейіпкерінің, мақаладағы кейіпкерінің бір жақсылығын үйренеді де кемшілігін алмайды. Біреудің орнына қоя білу бізде өте қажет. Сондықтан мен жастарға айтар едім, қазіргі жастардың қорытынды сөзін сөзге емес іске бағытталғаны мені қуантады. Және олардың жылдам ойлап, жылдам ой қорытып, жылдам әрекет ететіндері ұнайды. Және де жаңалыққа құштарлықтары ұнайды. Олар біздің бұрынғы заманымыздың таптаурын нәрселерінен арыла бастады да, оларды оларға айтарым, біздің салт дәстүр, әдет ғұрпымызды да пайдаланып, осы заманға керегін алып шығуымыз керек бәрібір. Себебі біз жапон емеспіз, ағылшын емеспіз, солардан қанша үйренсек те, Қытайдан үйренсек те, біз өзіміздің ұлттық менталитетімізді қай уақытта болса да қалыптастырып жүруіміз керек. Жанымызбен, қанымызбен қазақ болуымыз керек. Қазіргі жастардың осындай кейде бір жаным ашиды. Жастардың ішінде ұлтжандылар да бар. Бірақ қазақ тіліне, халқына, еліне жаны ашымайтын, мен 40-тан асқаннан кейін Түркияда тұрамын, Дубайда тұрамын деген, маған Қазақстан бәрібір деген қалыптасқан көзқарастағы жастарды көремін де шошиды. Біз қалай оны сөйтіп ойланамыз, егер мысалы ауылымыз біздің шағын отанымыз. Егер мен 11-ді бітіргеннен кейін бұл ауылда қалмай бәрібір. Қалай болсын, солай болсын, ағашын кесе берейін, барып тауына барып пластик бөтелкелерді тастап жүре берейін. Ол мен ауылым болса да, ертең мен Алматыда тұрамын, оқуға түсемін деп өзің ауылыңа жаңа ашмағанмен бірдей. Ол ауылда сенің бәрібір туысқандарың, інің, қарындасың, сіңлің қалып бар жатыр, ата-анаң қалып бар жатыр. Сен ол ауылда тұрмасаң да, сен сол ауылға деген бәрібір қарыздармыз ғой. Сол сияқты Қазақстан да біздің үлкен ауылымыз, үлкен отанымыз. Сондықтан мен жастарға айтар едім, сондай қандай қиын кездер болса да, біз осы елімізді өркендетуімізге, дамытуымызға бәрібір атсалысуымыз керек. Ал енді рухани бай адам осы мемлекеттің капиталы деп айтар едім. Себебі рухани бай адам ол елді қай саласынан болса да дамытады. Айгиз Баймұхамедовтер қазір қараса жасы 32-де ғана өзінің елін байытып жатқан адам деп есептейді.
Себебі моңғол тіліне аударылды, татар тіліне аударылды, қазақ тіліне, орыс тіліне, қырғыз, өзбек тілдеріне аударылып кетті. Жай ғана 35 миллион өзбек тіліне біздің қай жазушымыз кітабын аударды? Немесе менің шығармаларым татар тіліне аударылды ма? Қанша 42-ге келсем де, мысалы, қандай мықты ақынмын десем де, өйтіп аудартқан жоқ. Ал Айгиз өзінің Уфасын танытып жатыр ма? Танытып жатыр. Башқұртстанына қызмет етіп жатыр ма? Етіп жатыр. Ішінде кейбір сөздер мұнда башқұртша жазылған. Ол сөздердің не екенін біз мысалы білетін болдық. Сол сияқты ұлтқа, халыққа абырой әкелетін жастар көбіне. Жастардың мүмкіндіктері өте көп. Жақсы. Мынау 8 өрім қамшының 8 өрім болғанмен ортасында бір тілі болады ғой, ұстап тұрады. Сол секілді қазақтардың негізгі, еліміздің негізгі фундаментін қалыптастыру үшін, жастарды дамыту үшін негізгі тілі сол ұлттық құндылық, рухани байлық дейсіз ғой. Ең бірінші бұрындары естелікті айтып едіңіз, ең бірінші Тастамашы ананың аударуына себеп болды, үйде жұбайым оқыды, қызым оқып жылады деп. Ертеңсіз балалық шақпен көше балаларын оқыды ма? Оқыды, үйдегілер. Мен сол бір жақсы балаларымды да кітап оқуға кішкентай кезінен тәрбиеледім. Жаңағы айтқандай, менің ата-анам кітап оқығаннан кейін, мен көзімді ашқаннан олар кітап оқып отырғанын көргем. Содан кейін бізде де қазіргі айтып жүрген үйде кітап оқу сағаты, сенбі-жексенбі күні 3-4 сағатында арнау кітапқа деген сияқты, ол бұрыннан бізде жолға қойылғандықтан, біз сонымен өскеннен кейін біздің балаларымыз да кітап оқып кетті. Сол ұлым да, қызым да, жұбайым да осы кітаппен байланысты өмірлері. Кітапты оқыған сайын маған пікірлерін айтады. Мен олардың пікірлері, көзқарастары мен үшін құнды. Себебі осы заманның балалары ғой олар. Сондықтан олардың кейде жастармен ақылдаспасам болмайды. Сонда айтам, мына кітап қалай, мына кітап қалай, немесе мынау қалай, әлемдік тенденция қазір қандай, әлемдік үрдіс қалай дамуда, жастардың қазіргі сұранысы қандай. Сен айтшы деп айтам. Сондай кездерде осы кітаптарды туралы олардың да пікірлері маған құнды болып жатыр. Кеше ғана ұлыммен сөйлестім, ұлым 4-ші курстың студенті қазір. Лев Толстойдың «Соғыс пен бейбітшілік» деген аудио кітабын бірінші томын аяқтады, енді екінші томына кеше кірісті. Соған маған айтып жатыр, әке, оны уақытыңыз көп болған кезде ғана оқымасаңыз, өте ауыр, қиын дейді, уақытыңыздың кәдімгі қалың кітап, біразын алады дейді. Қазіргі заманда өйтіп 1 ай бойы, 2 ай бойы үйде кітап оқып жататын мүмкіндік жоқ қой. Қазір бір жарты сағат оқисың да, WhatsApp-ыңа бір хабарлама келсе, бітті, телефонға кіресің де кетесің. Одан жаңағы кешкі асың басталады, одан балаңа жүгіресің. Айту сондай бір заман ғой. Ал оны оқудың емес, тыңдаудың амалын қарастырыңыз деп айтып жатыр. Аудио кітаптарды негізі болашақта біз қолға көбірек алсақ. Себебі жастар, қазір әсіресе шынында да жастар, кітапты көбірек оқығанға қарағанда тыңдауды ұнатады. Себебі олар көлікте кетіп бара жатады, автобуста тұрады. Ондай жерде сен кітапты бүйтіп алып тұр, мына бүйтіп ұстап тұрған қазір ондай заман емес та. Сығылыстың ішінде, кептелістің арасында сен құлаққа тығып, жай ғана тұра бересің, тыңдап. Кез келген қай жерге баратын болсақ та, жаяу кетіп жатқанда да, төсекке жатқанда да көзін жұмып, сол тыңдағанға негізі жақсы. Осыған жастар жақсы үйреніп келе жатыр деп айтады. Себебі әрі көзіңді сақтайды, әрі сол кітапты тыңдап шыққан ол әрине ойда қалады. Жақсы. Бірақ баяғы кітапты жаңағы сары парағын қаратып тұрып оқығанның өзі романтика еді ғой ерекше. Бұны не үшін айтып отырмыз? Мысалы енді кей жағдайда айтамыз ғой, отбасы құндылықтары деп. Өткенде бір осылай сіз секілді онлайн сұхбат жасаған осы Қазақстанға еңбек сіңіріп жүрген бір азамат айтып еді. Мен кішкентайларымды былай үйретіп тастағам дейді. Егер әлеуметтік желіде отырғысы келсе, бакер, 1 сағат отырған кезде 1 сағат кітап оқуың керек. Уже балаларым соған дағдыланып қалды дейді. Екі жақта тепе-теңдік ұстап тұрады дейді енді. Оның бәрі былай келгенде отбасында бір ерекше атмосфера қалыптастыру үшін керек қой негізінде.
жаңа сіз отан отбасынан басталады деген сияқты сіздің шығармаларға сыни пікір алғашқы сыни пікір отбасынан басталады деген байқап тұр. Иә, солай. Жалпы өзіңіз осы отбасы құндылығы деген тақырыпта не айтар едіңіз? Отбасы қазіргі кешіріңіз енді сөзімді аяқтай салайын. 3 жылға кредит алып той жасап 3 айдан кейін ажырасып кетіп жатқандар баршылық жасырын емес. Болмаса әртүрлі себеппен материалдық тұрғыдан кейбір қиындықтарға шыдамай, болмаса бір-бірін түсініспей, болмаса бір-бірінің ішкі ойлары, жоспарлары сәйкес келмей соған да не істеп кетіп жатқандар болады. Былай қарап тұрсаңыз, кезінде біздің әжелеріміз, аталарымыз ерекше бір отбасылық мектептің үлгісін негізін қалап кеткен секілді да. Ал қазір сол отбасылық мектептің фундаменті отырып бара жатыр ма, қабырғасына сызықтар түсіп жатыр ма, сондай бір ой қалыптастырады енді қазіргі жағдайда. Сол үшін сіздер үшін мысалы отбасын қалай тәрбиелеу керек, болмаса жаңа сұрағыма айналып келді ғой. Отбасында ең басты құндылық не болу керек? Жақсы. Отбасындағы ең үлкен құндылық ол мейірім. Мейірімге тұру керек те отбасы. Мейірім сөнген жерде ол отбасы ұзаққа бармайды. Мейірім, адамгершілік, сүйіспеншілікке құрылған отбасы қашанда ұзаққа барады. Ал енді әке мен бала бұрынғы заманда бірге жұмыс істеді, бірге жүргендіктен, өздерін бір-бірін күнде көріп жүргендіктен, уақыттары көп арналғандықтан біріне бірі. Ол кезде проблема туындаған жоқ бізде. Әкесі жұмыс істеп жүріп, баласына әңгіме айтып жүрді. Біздің солай өстік қой, әкеміздің сөзі құлағымызға сіңіп қалды. Ал қазіргі балалар сол құндылықтардан ажырай бастаған себебі әкесі баласына уақыт аз бөле бастады. Оның көп уақытын қалада 3-4 сағаты жолға кетіп қалады. Қалған 1-2 сағаты әлеуметтік желіге WhatsApp-тан келген хабарламаларға жауап берумен кетеді, тексеріп шығушымен видеоларды. Одан кейін қалғаны тамақ ішумен, шаршаған басумен ғана қалады, ал ұлына, қызына, әйеліне көңіл бөлінбей қалады. Көбіне қазір проблема осыдан туындап жатыр. Содан кейін баласына уақыт арнамаған әкеге ұлы ренжи бастайды, іштей. Ол бірдеме деп айта бастаса, оны тез ғана мәселесін шешіп тастайды. Ақша ма? Ақшасын беріп қояды, бітті. Проблема жоқ па дейді. Ол әкесіне қарайды, жоқ проблема. Оны деп жүре береді. Оған ол кезде негізі оның әкесінің ақшасы емес, әкесінің бір ақыл сөзі, онымен ақылдасатын адам жоқ. Ол бір проблемасын айтайын десе, жанында досы жоқ. Енді әкесіне, шешесіне айтпағанда кімге айтады? Сондай кезде бір адамның кішкентай бір назарына, бір жылу мейіріміне зар болып тұрған шығар ол. Әрине біз сол жетпей тұр. Бізде көбіне ата-аналар не ойлаймыз? Балаларымыз дұрыс киініп жүрсе болды, қарын ашып жүрген жоқ. Түскі асына тамағын беріп қоямыз, барып келетін жолыңа және оңайына ақша салып берейік, болды. Проблема жоқ па дейді. Ешқандай проблема жоқ деп сырттай ғана көреді. Ал біз ол көзге көрініп тұрған мына нәрселерді ғана ойлап тұрмыз біз. Ал ішкі жан дүниесіне біз үңіліп жатырмыз ба ұрпағымыздың? Сол әсіресе мені алаңдатады. Себебі сондықтан да адамдар балам үйде қылығы түзде деп жатады. Үйде сен мына жерде отырғанмен, әлеуметтік желімен, инстаграммен, интернетпен сен басқа нәрсені кезіп жүрген шығарсың. Қажет нәрсені содан алып жатқан шығарсың. Соған біз көбірек мән берсек, себебі отбасы құндылықтары осы мейірімнен, сүйіспеншіліктен басталады. Өзімізге жақын адамдарға көбірек көңіл бөлуіміз керек, мән беруіміз керек. Баланың тәрбиесі өте маңызды. Біз енді жұмыста істеуіміз керек. Оған да уақыт табуымыз керек. Бірақ үйге келген кезде ұялы телефондарымызды онда жастардан үйреніп жүр. 1-2 сағатқа ана жаққа қойып, 2 сағатта шырылдаса да, WhatsApp-қа қанша хабарлама келіп жатса да, 2 сағатқа мен қойып тастап, ол 6 жасар ұлым Мағжанмен мен ойнайтын кездерім бар. 2 сағатымды мен ұлым арнаймын. Сонда ұлымда да проблема ертең шықпайды. Мен күніне 2 сағатқа бір ұлыма уақыт арнаса мен әкелік міндетімді атқарып жатқаным, баламның тән тәрбиесіне ойнап отырып, әсер етіп отырғаным деп есептеймін.
ол өте маңызды, құнды маған. Сол сияқты 1 сағат уақытымды мен қызыма арнауым мүмкін. Қызымды далаға алып шығарда маған жүру керек, көбірек 1 сағат қызым жүріп қайтайық екеуміз. Бірге жүреміз деп, сол қызыммен бірге жүруімнің арқасында мен қызыммен де әңгімелесем, оған да әңгімемді айтам, қызым не оқып жүр, оның кітабын сұрап алам, ол кімдермен араласып жүр, қоршаған ортасын біліп алам. Сөйтіп жүріп, мен ата-анамнан көрген тәрбиемді де оған айтып, құлағына кіргізіп жатырмын. Әрине ол тәрбие деп есептеймін. Жақсы, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ата-анамнан көрген тәрбиені деп. Былай айтқанда бір ауыз сөзбен, мысалы, кезінде әкем осыны айтып еді, сол әлі есімде болмаса мен қазір ұлыма осы бір ауыз сөзді айтам деген сөздер болады ма? Мысалы, кезінде бір үлкен ғұламаға бір жігіт келіп, ақсақал мен ұлды бол, ұлымды қалай тәрбиелеу керек деген сұрақ қойыппыз. Сіз де білетін шығарсыз, мен сөйтсе жаңағы ақсақал тұрып, ұлың қанша күн болды дүниеге келгеннен десе 35 күн болды деді. 40 күн 35 күн. Сөйтсе жаңа ақсақал айтады дейді, сен бала тәрбиесінде 40 күн әлі кешігіп қалдың деп. Сонда бұдан ұққанымыз, дүниеге келгеннен бастап баланы тәрбиелеу процесі басталып кетеді екен да, отбасы құндылықтарында. Отбасының негізін қатайту үшін, отбасының іргесін шайқалтпау үшін. Жаңағы сұрақ, әкеңізден естіген бір ауыз сөзіңіз өмір бойы әлі маған сабақ болып келе жатыр, болмаса осы есімнен шықпайды деген. Сосын мысалы жаңағы өзіңіз қазақтың алпауыт есім жазушысы Маржан Ахматова, Маржандай ұлыңыз бар ғой, соған мысалы осымен үнемі есіне сақтап салып отырамын деген бір ауыз сөзді айта аласыз? Иә, мен әкем көбін айтатын. Мен енді көп былай әңгімелескен жоқ, көп былай үндемейтін адам болды. Бірақ сондай бір жұмыс істеп жатқан кезде бір ағашты бөренені ол араның бір жағынан, мен бір жағынан ұстап кесіп жатқанымызда немесе бір 2-3 минутта сәл тыныға қалған кезде айтатын, ер адам дейді, ұсақ түйекшіл болмау керек дейді. Біреудің сөзін біреуге жеткізбеу керек. Одан кейін ер адам ірі болу керек. Ірілік деген ол дене тұрқысынан емес, өзінің мінез жағынан. Жомарттық ол іріліктің бір белгісі. Анау өсекке, сөздерге, жаман сөздерге құмар болмауы оның ірілік деп есептейді. Және ұсақ түйек үйде кейбір нәрселерге сен іштей оны қаламай тұрсаң да, әйеліне ұрсып тастағың келіп тұрса да, ол балаңның бір нәрсесін көріп тұрсың, ол ұсақ нәрсе. Бірақ сен оған бола, соны айтып, миыңды қатырып, оған сүйкімсіз болғанша, сол елемей-ақ қой дейді да, ер адамсың сен себебі. Ірі болу керек деген ойларым мен үшін өте маңызды, құнды. Себебі біз еркектерміз. Еркек ол кез келген нәрсеге, әр нәрсеге көңіл бөле беретін болса, ол жүректен жүрек қалмайды ғой бізде. Ал әйелдерге қыз балалардың табиғатын ол жақсы жарасады. Себебі өмірде қыздар да сондай ғой. Бір мысалы кітап оқып келе жатып, телефонды да ортасында шұқылайды, және біреумен де әңгімелеседі, бірнеше тамақ істеп жүр әйел адамдар. Мына жақта баласына да қарап үлгереді, сенімен де сөйлесіп жүреді. Ондай нәрсе оларға өте тән, өте үлгереді әйел адамдар. Және кімнің түріне қарап, жаңағы кімнің көңіл күйі болмай тұр, әйел адамдар оған өте мән береді. Және тіпті шашының кімнің өсіп кеткені, кімнің тырнағы жаңағы алынбағаны, кімнің жаңағы көйлегі галстугына жараспай тұр, оның барлығын әйел адамдар, қыз балалар оны тез аңғарады. Ал ондай аңғарымпаздықты ер адамның бойынан іздеу, ол әрине ол артықшылық, артық болады. Сол сияқты ер адамның бойындағы нәрселерді әйел адамнан да іздеу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі мен мынандаймын, сен неге мынандай емессің деп кейбір адамдар таласып жатады ғой әйелдер күйеулерімен. Ол әйел адамның табиғаты басқа, ер адамдық басқа. Енді әкемнің осындай сөздері мен үшін өте үлгі өнеге. Бір негізі балапан ұядан не көрсе шыққанды соны біледі деген сол рас сөз. Бір ғибратты бір әңгіме бар оқығаным. Әкесі үшін ерлі-зайыпты адам ұрсыса береді екен. Сөйтіп әйелі талап етеді, әкеңді апарып таста, ол жүре алмайды, біз үшін масылды. Басқа шетелде болған оқиға бар. Сөйтіп оны әкесін бір күні көлікке мінгізіп алады да, кішкентай баласын көлігіне отырғызып, анау бір аңға шыққан кезде бір тастан жасалған бір қорасы бар екен, сонда барып қонып жүретін.
сол тас қораға апарады да тамағын беріп, мынау әкем мынау тамағын ертең тағы келем, осы уақытқа дейін деп төсекке жатқызып үстін бүркеп кетеді. Кетіп бара жатқанда ана кішкентай баласы айтады дейді, 5-6 жасар бала ғой, әке сонда сен де бір кейін 70-ке таяған кезінде сонда мен де осылай сені ана тас қораға апарып тастаймын ғой, солай ма деп айтады дейді. Сөйтсе анау бірден ойына келеді де көлігін тоқтатып артқа бұрылады да, жоқ бала, біз оны қалдырып кеткен жоқпыз, біз қазір барамыз деп барса, әкесіне барып кешірім сұрап, аяғынан сүйіп жатса кешірім сұрап, балам деп күледі дейді баласы, әкесі. Мен сені қайтып келетініңді мен білгем дейді. Сен тастамайтыныңды мен сезгем дейді. Оны қалай білдіңіз десе, себебі мен әке-шешем менің қарап, қартайғаннан үйімде қолымнан өлген дейді. Мен оларға қарағам дейді. Мен оларды далаға қалдырып кеткен жоқ едім. Ал одан менен туған перзент сен болсаң, менді үйтіп далада қалдырмайсың. Біздің қанымызда жаңағы айтқан, мен айтқан сүйіспеншілік, ата-анаға, ата-ананың балаға деген мейірімі бар бізде дейді. Сен келетінді мен сезгем дейді. Сол сияқты әр нәрсе сол тәрбиеге байланысты, тәрбиеге өте көп нәрсе байланысты. Жақсы. Өте жақсы пікірлер айтасыз, өте құнды әңгімелер айтасыз. Естір құлақ болатын болса, бұның өзі де біраз тәрбие ғой жастарға деген. Әншіден ауылдың алтауын сұрайық, қонаққа да сұрайық, сіз ақынсыз ғой енді. Кішкене сергіту сәті болсын. Қазір не жазып жүрсіз, соңғы шыққан өлеңдеріңіз қандай? Бүгін бізге бір өлең оқып берсеңіз. Жақсы. Бақыттымын деген бір өлең оқып берейін. Қазірше бір 3-4 күн бұрын жазылған өлең. Сөзде жатыр әр адамның сорбағы. Өмір деген триллион ойдың орманы. Жасыл жазда жайнап жүрген кезімде жырым сені жадыратса болғаны. Жан дүнием жанартаудай жағылды. Қалар артта сөздерім бар жалынды. Есім алсаң табыламын қасымнан, күз жаңбыры жауратқанда жанымды. Әр күніңнен үміттенші ақтаңдай, ұмытылмас өмір сүру баққандай. Қыстадағы жақын болам жақсы жан, аяғымның астындағы ақ қардай. Құстар қайтып жаңарсыншы көңілде, күн күлімдеп тұрса екен көгінде. Бақыттымын әр көктемде ағаштай, бүршік атсам жүрегімнің төрінде. Тамаша. Шабытты қайдан алып жүрсіз қазір? Шабытты жақсы кітап оқыған кезде, және бір табиғатқа шыққан кезде, бір кейде адамдардан бір жақсы бір алғыс, не бір бата тілегін тыңдаған кезде, шынында да ол жақсы сөз шабыт береді, қуантады. Одан кейін бір сұлу табиғатқа шыққан кезде, Алланың сондай бір көркем жаратылыстарын көрген кезде, шыны керек, ақын жүрегіміз тебіренеді. Бір облыстарға, шет өлкелерге барғанда, шет елге барған кезде көбіне өлеңдерім сол кездерде туады, дүниеге келеді. Мысалы, Иманғали Тасмағамбетовтың анасы Ділдә Матайқызы Тасмағамбет келін деген кісінің «Айналайындарым менің» деген кітабын оқыдым. Сол кітап оқып жатқан кезде бірнеше ойымды кәдімгі одан сайын қанаттандырды. Сол кісінің бір сөзі бар, алғыс деген, жақсы сөз деген, елдің бата тілегі деген, ол адамның аурасын, атмосферасын өте нұрландырып, сәулелендіріп жүреді дейді. Сондықтан да жақсы адамға көп адам көзі жарқырап тұрады, түсі жақсыдан түңілме дейді қазақ. Жүзі нұрланып тұратын сондай бір қасиеттері болады дейді жақсы адамдардың. Себебі ондай қасиет болмаса да адамды тыңдата алатын ондай қабілет болмай қалуы мүмкін де, өзіне қарататын, өзінің сөзіне ұйытатын, ондай бір шешендерге, бір көсемдерге тән белгі. Көбіне мысалы біздің елбасымызды көбіне нұрлы адам деп айтады, оның аурасы кез келген бір адамның өзін басып тастайды, оған бір ренішін білдірем деп айтқан тұрған адамның өзі оның алдында ренішін ұмытып қалады да, оның күлімдеген бір ауыз көзқарасына немесе бір ғана жылы сөзіне бітті еріп кете салады. Сол сияқты нұрлы адамдар туралы өте жақсы айтады.
өмірден көрген, білген ол кісі ғой, Ділдә Матайқызы. Осындай Иманғали Тасманбетовтей ұл өсірген, қыз тәрбиелеген, ұрпаққа ана болған кісі ғой. Соның бір тағы бір айтқаны бар сол кісінің. Өмірде көптеген ерлі-зайыпты адамдардың жарасып, отбасын сақтап қалуына мен әсер еттім дейді, себепші болдым дейді. Сондай кезде де әйелін бөлек тыңдап, одан кейін күйеуін бөлек тыңдап, содан кейін бір қорытынды шығарамын да екеуін ортаға шақырып, тағы айтамын дейді әңгімемді. Ал енді сендер отбасыларыңды сақтамаймын дейсіңдер. Сен маған ренжисің, мынау саған ренжиді. Өйтетін болсақ, біз бәріміз онда өмірде ренжіді ме екен деп, бәріміз бөлек-бөлек тұрмадық па онда? Мен мысалы Иманғалидің әкесіне тұрмысқа шыққанда Өзбекстанның Термез деген қаласынан келдім. Күйеуімнің бір ауыз сөзіне, ер азаматтық бейнесіне бітті. Ұстандым да, ау жақтан шетелден осында Атырау облысына келдім дейді. Келсем, мұнда 12-де бір нұсқасы жоқ, сөзі басқа, өзі басқа. Мысалы, ренжісем мен тулап кетіп қалмадым ба сол қайтадан Термезіме. Қазір қара, ұлдияға қызды қияға қондырған, сендерге бәрін үлгі болып жүрген отбасыңыз. Сондықтан ол өмір болғаннан кейін отбасында қиындықтар болады. Өмір тек қана жақсы бояулардан, жақсы түстерден тұрмайды. Онда басқадай қиындықтар да болады деп түсіндіріп айтам. Қане түк те білмеймін, қане екеуі қол ұстасыңдар да қазір барып бірге киноға барыңдар деп айтам дейді. Сол сияқты көп адамдардың жарасып, отбасын сақтап қалуына әсер етті дейді. Сол жарастырған адамдардың барлығы қазір өмірлі-шүбірлі, немере бағып отырған, сондай айтулы азаматтар, тұлғалар болып отыр дейді. Соларға қарап мен шыны керек, солар сол кезде жастық бір қызуға салынып, ашуға салынып кетіп қойғанда онда не болар еді? Мына балалардың көрер күні бар екен ғой деп ойлаймын дейді. Сондай бір өмір мейірімді адамдардың сондай мейірімінен де тұрады. Жақсы адам өзінің шарапатын жан-жаққа шашып жүреді. Жалпы айтқанда жақсылықтан өзім шабытымды жақсылықтан табамын дейсің ғой. Кейде болатын шығар мынау сіздерде булығып бір өлеңдер шыға алмай, шыққысы келіп, басында шашыран болып келіп, бір әйтеуір 2-3 күн тулап жүріп, бір күні бір құталатын өлеңдер болады ғой. Болады. Мен осы жақында Әзірбайжанның жеңісінің қарсаңында Қарабақта оқиғаға байланысты Әзірбайжандарға негіз шыны керек қатты жаным ашыды. Олардың түркі дүниесінің анау түрлі ескерткіштерін армяндардың кетер кездерінде жарып, барлығын оққа ұшырып, бәрін қиратып кетіп жатқандар қатты жүрегіме әсер етті. Тіпті фашистердің өздері соғыс кезінде өнер туындыларына тиіскен жоқ қой. Өнер туындылары сақталып қалды. Ал олар сол фашист солардай болмағанына қатты керек шынында түңілдім. Ол себебі ол жерде тек Әзірбайжанның ғана құндылықтары емес, бүкіл әлемнің өркениеттің құндылықтары, ескерткіштері жатыр ғой, ЮНЕСКО-ның қорғауындағы болған. Соларға сөйткен кезде Әзірбайжан үшін жақтастым. Ана ескерткіштерді аман есен алып қалсыншы, Шуша қаласын тезірек басып алшы, алға сарбас. Сен өзіңнің жеріңді босатып алу үшін кетіп бара жатсың. Сен алға тек қана саған сенеміз деген бір рух беретін, жігер беретін сөз керек болды. Содан ішке тебіреніп, 1-2 күн жүрдім де, сол жанартау болып атқылаған өлең болды, бір 6-7 шумақ өлең туды. Алға оғлан деген өлең жаздым. Сол өлеңді әлеуметтік желіге, Фейсбукқа салғаннан кейін, оны Әзірбайжан достарымыз сол өздерінің тілдерін аударған екен. Мәлік Отарбаев деген аудармашы түрік тіліне аударған екен. Сөйтіп Түркияда да, Әзірбайжанда да сол өлеңім өте танымал болып, сайттарға шығып, солардың парақшаларында бөлісілгеннен кейін, шыны керек, Әзірбайжаннан қазір сондай көп хат келіп жатыр жекеме. Сен Шуша қаласына кел дейді, біз сені сол Шуша қаласына өлең жаздың ғой дейді. Сол өзің жазған жерлерді апарып, армяндардың қалай бүлдіріп кеткен, және оларды Әзірбайжандар қалай қалпына келтіріп жатқанын көрсетейік дейді. Енді ол шақыра салғанға мен жетіп баратын қазір жұмыстарым бар, ол жақта індет қалай болып жатыр, карантин жағдайы қалай, барлығын ойлап тұрмын, бірақ карантин біткеннен кейін Құдай бұйыртса мен барып өз көзіммен көрем, ол жақта да бір шабытты дүниелер тудырам деп ойлаймын. Кезінде Жырау Жамбылда Ленинградтан сондай бір тебіреністі шығарған шығар, Ленинградты көремін де.
Жақсы Саят аға, енді сізбен аз кемінде сұхбаттасып отырмыз ғой. Отбасындағы тәрбие туралы, отбасылық құндылық туралы біраз әңгіме айттық деп ойлаймыз. Жастарға да отбасынан басталатын болса, отандағы жалпы баршамыздың бір ғана отанымыз болса, сол отанымызда жақсылық та, жамандық та біздің отбасымыздағы әрекеттен шығады деп ойлаймын өзім. Егер отбасы дұрыс болса, отанның да дамуы жоғары түседі, даму сапасы, көрсеткіші қарқынды түседі деп ойлаймын. Кездесулерден, әдеби іс-шаралардан тығыз болса да уақыт тауып келгеніңізге сізге рахмет. Аз дегенде бір сағаттай сұхбат жүргіздік. Кетер аяққа тағы бір өлең бар ма? Жақсы. Шынында да өзімізді өзіміз тәрбиелеген кезде ғана қоғамды, біздің елімізді бір жетістікке жеткенін көретін сияқтымыз. Барлығы негізі өзінен басталады. Анау мынандай деп оны сынға алғаннан гөрі өзіміз сынға алайық. Мен өзім отбасыма жауап берсем, онда қоғамның бір кері кетпеуіне бір әсер етіп жатырмын деп есептеуім керек. Сол сияқты өзім отбасыма жауап берсем, әрқайсымыз өзіміздің отбасымызға дұрыс қараған күні, сол отбасымыз арқылы еліміздің де дамуына үлес қосамыз деп есептеймін. Себебі Шешенстанда бір ақсақал бар екен, соғысты уақытша тоқтату керек депті. Сол сіздің қолыңыздан келеді деп айтып жатыр бәрі. Сізге келдік десе, тоқтатасыз ба десе, тоқтатам депті. Бір ауыз сөзбен адамдар шақырып алыпты, бір айға тоқтатыңдар соғысты депті. Ел шаршап кетті, кішкене қалыпқа келіп алсын, сонымен бір айдан кейін қайтадан бастайсыңдар. Бір ай демалыңдар депті. Қалай осыны тоқтаттыңыз десе, бірінші дейді, мені үйде әйелім сыйлайды дейді. Әйелім мені сыйлағаннан кейін балаларым мені құрметтейді дейді. Ал әйелім отбасын, бала-шағам мені құрметтегеннен кейін мені көршілерім алақанында ұстайды дейді. Ал көршілерім алақанында ұстағаннан кейін мен бүкіл өзім қышлағыма, ауылыма сыйлымын дейді. Ал ауылым сыйлағаннан кейін мені ауданым мойындаған дейді. Ал аудан мойындап отырғаннан кейін елдің барлығы, халықтың бәрі мені қолдайды дейді. Сондықтан жаңа айтып тұрмын ғой, өзімнен бастау керек, отбасынан бастау керек деген болса, енді мен көп сөзімді тоқтатайын. Сенбеймін деген өлеңімді оқиын. Мен қазіргі жалынды жастарға сенем, бірақ шаштарын бояп, құлақтарына сырға ілген жігіттерге сенбеймін. Соларға арналған өлең. Сенбеймін. Қазып сарқылған бір кен деймін. Дерт жанымды кітаппенен емдеймін. Шашын бояп, қыз текелей жылмиған, сырға таққан жігіттерге сенбеймін. Я сенбеймін сырға таққан ерлерге, елім үшін азаптанып терлер ме? Гүлдей нәзік қызға ұқсаған жігіттер үміт сыйлар деп ойламан сендерге. Жаһандану көз сүзуде құмартып, ұлт жандының арқасына мұң артып, өз баласын өз тілінде боқтаған ит жетектер мәңгүртінен мың артық. Бағамдасам бұл заманның безбенін, намысы жоқ мәңгүртпенен кезбенің, сырға таққан жігіттерден шығады, ел намысын қорғай алмас ездерін. Мұны ойласам қыстадағы терлеймін, ауып бара жатқан ауыр теңдеймін. Ешбір ойсыз смартфонына телмірген, сырға таққан жігіттерге сенбеймін. Тамаша, рахмет. Біз енді жастарға сенеміз. Кезінде Мағжан сеніп кетті бізге. Бүгінгі бір сағат уақытымыз бір жақсы бір пайымды пікір айтылған, тұшымды әңгіме айтылған жақсы бір уақыт болды деп ойлаймын. Сізбен былай таныс болсақ та, қарапайым дүние осы тұрмыс тіршіліктен күйбеңдеп жүріп, сізбен біз бір емін-еркін сұхбаттасып отыруға да уақыт таба бермейміз. Бүгін осы бір оқпен екі қоянды атып отырмыз, шынында келгенде. Ісіңізге сәттілік, тағы да аудармаларыңыз, жазарыңыз көбейе берсін. Талай-талай шетелінде болсын, ақындардың шығармаларын аударып, бізге жаңалық жасай беріңіз. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Ел аман, жұрт тыныштықта жолығайық. Жақсы, рахмет. Жастарға да айтарым, қашанда ұлтжанды достар, отансүйгіш жастар, менің де қашанда достарым. Сондықтан ана тіліне, ұлтқа, халыққа жаны ашитын жан болыңдар. Қашанда сол өздеріңе дамуға көбірек жол ашыңдар, уақыттарыңдан арнаңдар. Және отбасын
болашақта құрып жататын болсаңдар, сол отбасына өте көбірек мән беріңдер дегім келеді. Себебі мен айтқандай, бала тәрбиесі арқылы, әйеліңді тәрбиелеу арқылы, әйелі ұрпақты тәрбиелеу арқылы көп нәрсе аяқталады, көп нәрсе жүреді. Осы қазақ отбасындағы ұлттық тәрбиеден ажырамау керек. Аға бауыр болып жүрейік, әке ұл болып жүрейік. Бәріңе рахмет.